Сау саламатсыздар ма, қымбатты достар? Адамның мүшелі жасы жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Негізі 12-ден асқанда адам баласының бірінші мүшелі жасқа толуы болады. Негізі қазақ халқы баланы 5 жасқа дейін аңыз әңгімелерді айтып, ертегілерді айтып, батыр жырларын оқып, мифтарды айтып, тағы да көптеген тарихи әңгімелерді айтып, ойын ойнатып, осылай тәрбиелеген. 5 жасқа келгеннен кейін баласын негізі аясан аяма деп құлша жұмсап, барлығын үйрете бастаған, білімге, ғылымға үйреткен. Сондықтан да қазақ балалары, қазақ жігіттері, қазақ қыздары бұрынғы заманда өте өжет болған. 13 жасына дейін барлығын үйреніп біліп, ол болашақ өміріне де көптеген пайдасын тигізген. Негізгі қазіргі заманда да балаларды 5 жасқа дейін барлығын үйрететін болса, еркелетіп, оғанда көптеген ертегілерді оқып беретін болса, қазіргі заманға сай ертегілерді оқып үйрете беретін болса, мектепке дайындап, оқытып, және де 5 жасқа дейінгі білу керек деген әртүрлі математика жөнінде болсын, оқу жөнінде болсын, әлемді көрсетуі жөнінде болсын, табиғатты тану жөнінде болсын, барлығын үйреткен дұрыс деп саналады. Ал 5 жастан осы 12-13 жасы аралығында балаға барлығын көрсетіп, ақылмен үйретіп, ақылмен айтып, білуіне, оның қандай да бір сұрақтары болатын болса, оған дұрыс жауап беріп, себебі осы үлкен өмірге деген қалыптасуы баланың осы 12 жасқа дейін қалыптасады деп айтып жатады. Ғылымдар негізі, ғылыми да, ғалымдар да солай дәлелдеп жатады. Негізі баланың рухани дүниесі, ішкі әлемі осы 13 жасқа дейін дамиды дейді. Осы 13 жасқа дейін қандай даярлық болды, осы үлкен өмірге осы даярлықпен балалар аяқ басады деп айтып жатады. Сондықтан да бірінші мүшелі жас 12-ден асқан кезде бірінші мүшелі жасы болады. Себебі адам баласының осы 13 жасқа аяқ басқан кезде үлкен өмірге аяқ басқандықтан бұрынғы заманда 13 жас отау иесі деп атаған. Сондықтан да 13 жасқа дейін балаларыңызды аясаңыз, аямай жұмсап, барлығын үйретіп, балаңызға үлкен өмірге қадам басуына даярлық жасаңыздар. Себебі осы 13 жасына дейін барлығын үйреніп білген бала, ол үлкен өмірге келгенде сол нені үйренді ұясында ұшқанда соны біліп, барлығын өмірінде қолданатын болады. Қыз балаларды тамақ пісіруге, тігін тігуге, басқа да көптеген жұмыстарды істеуіне, ал ұл балаларды дала жұмысына, ауылда тұратын болса мал шаруашылығына, егінге, егістікке, бау-бақшада жұмыс жасауларына барлығын осыны үйреніп алударына тырысу керек ата-аналар. Немесе ғылым жағына бұру керек, бағытын, бала оқымысты болсын, білімді болсын, қандай да бір ертеңгі күні осыдан ғалым шықсын, оқымысты, білімді болсын деп, оқу жағына да көптеген көңіл бөлу керек. Не қымбатты достар, негізі адамның мүшелі жасын алатын болсақ, бірінші 12-ден 13 жасқа аяқ басқанда басталады, одан кейін 12 жылдан кейін жасы қосылып отырады. Мүшелі жас адам баласының бірінші мүшелі жасы 13 жасында, екіншісі 25-де, үшінші мүшелі жасы 37-де, төртінші мүшелі жасы 49-да, бесінші мүшелі жасы 61-де, алтыншы мүшелі жасы 73-де, жетінші мүшелі жасы 85 жасында, сегізінші мүшелі жасы 97 жасында, 9-шы мүшелі жасы 109 жасында, 10-шы мүшелі жасында 121 жасында. Егер де одан да ары өмірі Алла тағала өмір беріп, өмір жасайтын болса, тағы да 12 жылды қосып, ары қарата мүшелі жасы деп санала береді. Міне қымбатты достар, адам баласының мүшелі жасы осылай аталады. Сау саламатта болыңыздар. Сіздермен бірге болған Айжан Сыламқызы.